теңсіздікті шешіңіз. Түбірасында 3х алу 1, кіші түбірасында 2х. Біз бұл теңсіздікті шешу үшін екі жағында да теріс емес сан тұрғандықтан екі жағында квадраттауымызға болады. Және анықталу облысын ескере отырып жүйе құрамыз. Яғни 3х алу үлкеніне тең 0-ден, х артық 0-ден, және 3х алу 1 кіші х-тан. Осы жүйеге кіріп тұрған әрбір сызықтық теңсіздікті шешетін болсақ, х үлкен 3-тен 1-ден, х үлкен 0-ден, және 2х кіші 1-ден. Яғни бұл жерде х үлкеніне тең 3-тен 1 мен х үлкен 0 теңсіздіктер жүйесінің шешімі х үлкеніне тең 3-тен 1-ден болып табылады. Себебі 3-тен 1-ден артық сан 0-ден де артық болады. Ал екіншісінде х кіші 2-де 1-ден. Енді осы екі теңсіздіктің шешіміне сәйкес аралықты координаталық түзуде белгілейтін болсақ, біріншісі 3-тен 1-ден плюс х-ге дейінгі аралық, ал екіншісі минус х-дік пен 2-ден 1-дің аралығы. Екі жиынның қиылысуы 3-тен 1 мен 2-ның аралығы болып табылады. Сонымен берілген теңсіздіктің шешуі 3-тен 1-ден 2-ге дейін, бұл жерде 3-тен 1 кіреді. Яғни 3-тен 1-ге тік жақша қоямыз. Сонымен есептің жауабы, с жауабы 3-тен 1-ден 0,5-ге дейінгі аралық болып табылады. Төртінші мысалды қарастырайық. Теңсіздіктің ең кіші шешімін көрсетіңіз. Түбірасында х минус 16 бөлінген 1 минус логарифм түбірасты 3 негізіндегі х алу 3 кіші немесе тең 0-ден. Бұл теңсіздікте бөлшектің алымында түбірасында х квадрат алу 16 теріс емес сан болғандықтан, біздің теңсіздігіміз кіші немесе тең 0 болу үшін бөлшектің бөлімі теріс болу керек. Осыны ескеріп, және анықталу облысын ескеріп, теңсіздіктер жүйесін құрамыз. Яғни х квадрат алу 16 үлкеніне тең 0-ден, бір алынған логарифм түбірасты 3 негізінде х алу 3 кіші 0-ден, және логарифмнің анықталу облысы х алу 3 артық 0-ден. Осы жүйені шешеміз. Х квадрат алу 16 үлкеніне тең 0 теңсіздігінің шешімін интервалдар әдісімен шешу үшін біз оны көбейткіштерге жіктеп аламыз. Яғни х минус 4, х плюс 4 үлкеніне тең 0-ден. Ал логарифм теңсіздіктегі бірді теңсіздіктің сол жағына қалдырып, ал оң жақ бөлігіне логарифм түбірасында х минус 3-ті шығаратын болсақ, біз мынандай логарифм түбірасында х минус 3 артық 1 теңсіздігін аламыз. 3-ті оң жақ бөлікке шығаратын болсақ, х алу 3 үлкен 0 теңсіздігінің орнына х алу 3 теңсіздігі алынады. Енді осы жүйені шешеміз. Логарифм теңсіздікте логарифм анықтамасы бойынша логарифм түбірасында 3 х минус 3 үс бөлу функция болғандықтан теңсіздік таңбасы сақталады. Яғни х минус 3-іміз түбірасты 3-тің 1 дәрежесі, яғни х минус 3 үлкен түбірасты 3-тен. х артық 3-тен. Осы жүйенің шешімін алатын болсақ, біз бірінші х минус 4, х плюс 4 үлкеніне тең 0 теңсіздігін интервалдар әдісіне салатын болсақ, минус 4 пен плюс 4-тің екі жақ шеті, яғни минус х-тен минус 4-ке дейін және 4-тен плюс х-ге дейін аралығы алынады. Ал х артық 3 плюс түбірасты 3 координаталық түзуде нүктесі арқылы координаталық түзудің оң жағын штрихтайтын болсақ, және интервалдар әдісінде оң аралыққа сәйкес екі жиынның бір қиылысуын алатын болсақ, онда х-ымыз артық 3 плюс түбірасты 3-тен плюс х-ге дейін аралығы алынады. Енді бұл жерде ескеретін бір нәрсе, егер х тең 4 болатын болса, онда мына теңсіздіктер жүйесіндегі х минус 4, х плюс 4 үлкеніне тең 0 теңсіздігінде 4 мәні ол тең таңбасын қанағаттандырады. Сондықтан жаңғыз нүкте 4-ті де аламыз, және х сонымен біздің берілген теңсіздіктің шешімі х тиісті 4 нүктесі және бір аралық бірігуі 3 плюс түбірасты 3-тен плюс х-ге дейін аралықтың бірігуі болып табылады. Бұл арада есептің шарты бойынша бізге теңсіздіктің ең кіші шешімін көрсету керек болатын. Сонымен есептің жауабы д жауабы болады, яғни 4 теңсіздіктің ең кіші бүтін шешімі болып табылады.